Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Табиғат ресурстары. Бүгінгі сабақта табиғат ресурстарымен танысып, оларды ажыратып үйренесің. Табиғаттан не аламыз? Суретке назар аударыңдар. Суретте бейнеленген қандай заттар мен табиғи құбылыстарды адам өз өмірінде қолданады? Олар ауа, жарық, жылу, су, балық, үйлер, өсімдіктер, машинелер, демалыс орындары. Олардың ішіндегі ең қажеттілері қайсысы? Ең қажеттілері ауа, жарық, жылу, су, тамақ, үй. Оның бәрін қайдан алуға болады? Оларды адамдар табиғаттан алады. Оларды табиғи ресурс немесе табиғи қор деп атайды екен. Не артық? Суреттерді сипатта және артық затты тап. Алма, балық, су табиғат ресурстары. Оларды табиғат жаратқан және табиғи түрінде қолданылады. Артығы шай кесесі. Бұл зат адам қолымен табиғаттағы саз балшықтан жасалған. Адам қолымен жасалған ресурстар адамның өмір сүруіне жәрдемдеседі. Зерттеп көрейік, қандай заттарды табиғат ресурстары деп атауға болады? Балалар, суреттерге назар аударыңдар. Не көріп тұрмыз? Қаламдар, кітап, ағаш, күн. Бұларды қандай топқа бөлуге болады? Дұрыс, табиғи және жасанды топ деп бөлуге болады. Табиғи топқа ағаш және күн жатады. Жасанды топқа адамның қолымен жасалған заттар жатады екен. Неден жасалған? Сынып бөлмесіне көз жүгіртіп шық. Қандай заттарды көріп тұрсыңдар? Линолеум, пластик, жиһаз, сынып тақтасы, бор. Оларды жасау үшін қандай табиғат ресурстары пайдаланған? Жер асты байлықтары пайдаланған. Мысалы, мұнай, кен орындары, көмір, әктас. Адам табиғат ресурстарын пайдаланады. Олардан тамақ, сусын дайындайды, аяқ киім тігеді, үй, көпір, жол салады. Ойлан, неліктен табиғат ресурстарын ысырап етпей, үнемдеу қажет? Егер табиғат ресурстарын ұзақ уақыт бойы пайдалана берсе, онда ол таусылуы мүмкін. Оларды сақтап қалу үшін не істеу керек? Дұрыс, табиғат ресурстарын қорғау қажет. Сен білесің бе, жел де табиғат ресурсына жатады. Желдің көмегімен адамдар теңізде жүзген, диірмендерде ұн тартқан. Қазір желдің көмегімен электр қуатын өндіреді.